Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазақ әдебиеті пәні сабақтың тақырыбы романдағы Демежан бейнесі. Сіздермен Жансүгіров колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Макеева Камшат Маулетқызы. Келесі кезекте слайдымызда білімді бағалау жүйесі төмендегідей бағалау критерийлары. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну. Әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан шашу. Әдеби шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау. Зергер сөз. Қабдеш Жұмаділов біздің буындағы өмірбаяны аса бай жазушы деген екен Әкім Тарази. Тәкен Әлімқұлов әдебиеттің бірінші шарты тіл. Қабдеште осы тілдің байлығы бар. Автор сан қуу үшін сөз термейді, терген сөзді шығармасына зорлап телмейді. Сондықтан да әр сөзі қалауын тапқан қардай жарасып тұрады. Алғашқы қадамын поэзиядан бастап, шағын жанр арқылы романға келген Қабдеш Жұмаділов қазақ әдебиетінің дамуында өзіндік орны бар қаламгер. Жазушыны өз замандастары қара сөздің қабдеші, тағдыры бөрлек, тарланбоз, тағдырлы тұлға деп атаған. Сабағымызды бастамас бұрын сөздікпен танысып өтейік. Дүңші, қытайша тілмәш деген сөз. Ежен хан, Цин императорына жергілікті қазақтардың қойған аты. Жунго, қытайша орталық мемлекет деген сөз. Зәңгі, болыс дәрежесіндегі адам. Құлыстай, моңғолша қамысты деген сөз. Маңшың, Цин империясын қазақтар осылай атаған. Сібе, манчжур, тектес халық. Халдайлар, Цин империясы шекара күзету үшін көшіріп әкелген Сібе. Солаң жұртынан шыққан жер иесі алпауыттар. Үкірдай, аға сұлтан дәрежелі адам. Жақсы, Қабдеш Жұмаділовтың Тағдыр романы 1988 жылы жарық көріп, 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Роман 1884 жылғы Шәуешек хаттамасында бекітілген Ресей патшалығы мен Цин империясы арасындағы шекара бөлісі туралы. Бұл оқиға екі алып империя арасындағы жер бөлісі ғана емес, Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақ халқында екіге айырған тарихи оқиға болды. Жазушы осы кезеңде шекараның арғы бетінде қалған халықтың тағдырын тақырып етіп алған. Романның бас кейіпкері Демежан, тарихта болған тұлға. Романның сюжеттік композициялық тұтастығын дәнекерлеп тұрған негізгі арна да Демежан. Сонымен бірге оның қиянатшыл, әділетсіз, маңшың өкіметінің зорлығына қарсы күресі. Демежан төңкеріс жасап көтеріліске шықпаса да, әділетсіздікпен күресудің өзге амалын таңдаған. Ол халқының ауыз бірлігін, елдігін сақтап қалу жолында тер төгеді. Шығармадағы Демежан характерінің қалыптасуын көрсететін әлеуметтік даулар толып жатыр. Солардың қай-қайсысы болмасын, Демежан образын толықтыра түседі. Демежанның аймақтық әміршісі Ши Амбыдан жер сұрауы, шекараны бөлік комиссиясының мүшесі ретінде ел ішіндегі қоғамдық мәселелерге араласуы, Ли Шаңсыңмен қарым-қатынасы, халдайлармен арадағы қақтығысы, тағы да басқа болып жатқан сюжеттік желілер романның композициялық бітімін құрайды. Шығармадағы оқиғалар желісі Демежан төңірегінде өрбіп отырады. Жазушы орталық кейіпкер ретінде Демежанды бейнелей отырып, ол өмір сүріп отырған қоғамның әлеуметтік ортаның шындығын көрсетуге тырысқан. Алғашқы жол торабы атты бөлімінде Демежанның шаңырақ көтеріп, шекара комиссиясы құрамында қызмет етуі, билікке араласуы, оқуы, ізденуі, ой өрісінің өсуі сипатталады. Ал тағдыр талқысы атты екінші бөлімінде Демежанның жеке өміріндегі қиыншылықтар, әкесінің өлімі, ағайын арасындағы алауыздық баяндалады. Уақыт керуен деп аталатын үшінші бөлімінде Демежанның қазақ ұлты үшін істеген азаматтық істеріне арналған. Соңғы дар ағашы атты төртінші бөлімінде Демежанға жазықсыз жала жабылып, дарға асылады. Роман оқырмандарының еңсесін осындай бір қайғылы оқиғамен аяқталуы
құдды бір сол өткен ғасырда өзіңде сол халықтың арасында батырды жоқтап отырғандай сезінесің. Жазушы осындай сюжетті басты кейіпкер өмірде болған Демежанды бейнелей отырып, ол өмір сүріп отырған қоғамның әлеуметтік ортаның шындығын көрсетуге тырысқан. Қорытындылай келе, Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы ұлтжанды қаһарманды биік өреге көтерген роман. Ғалым пікірі: «Тағдыр» ұлтжанды қаһарманды биік өреге көтерген роман. Ол қазақ әдебиетінің өз қойнауынан шыққан туынды. Басқа тілдерге аударылғанда ғана бағы ашылатын кейбір шығармалардай Батыс, Латын Америкасы роман үлгісі бойынша пішімделген. Тағдырды оқып отырғанда қазақтың кең даласына сүңгіп кеткендей рақатқа бөленесің. Қысқаша Демежан кейіпкердіңге мінездеме беретін болсақ, осы жалпы романның өрбуі осындай бағытта 4 бөлімнен тұрады. Енді балалар өздеріңіз ой талқы, яғни тарихи сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Тарихи роман деген не? Роман оқиғасы қай жерде болған? Осы сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер. Және де неліктен роман «Тағдыр» деп аталған? Қалай ойлайсыздар? Не себепті Демежан жабылған жаладан құтыла алмады? Міне осы сұрақтардың жауабын WhatsApp желісі арқылы сабақ аяқталғаннан кейін жауабын WhatsApp желісіне жазып жібересіздер. Шығарманың оқиға желісіне негізделген композициялық құрылымын сызба арқылы түсіндіріңдер. Яғни шығарманың композициялық құрылымы үзінді бойынша дәлелдеңдер. Оқиғаның басталуы екінші бағанға қалай басталады, сол жайында жазамыз, кестені толтырамыз. Оқиғаның байланысы, оқиғаның дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және де шешімі. Міне осындай 6 бөлімнен тұратын кестені толтырып, дәптерлеріңізге жазасыздар. Сабақты қорытындылау. Романның толық нұсқасын оқып, тараулар бойынша негізгі оқиғалар желісін жазыңыздар. Яғни біз 4 бөлімнен тұрады дедік. Бірінші бөлім жол торабы, сол жол торабы бойынша, екінші тағдыр, уақыт керуені және де дар ағашы. Осы тараулар бойынша қандай негізгі оқиғалар кездесті, сол негізгі оқиғаларды жазып, осы кестені толтырамыз, дәптерге жазамыз. Және де дәптерге жазғаннан кейін осы жауаптарыңызды дилер платформасына саласыздар. Сұрақ жауап. Романда қай кезеңнің оқиғалары суреттеледі? Романдағы кейіпкерлер тағдырынан ұлттық мүддеміз қалай көрінеді? Осы сұрақтарға ауызша жауап бересіздер. Бұны WhatsApp платформасына саласыздар. Енді білгенге Маржан Айдарын оқып өтейін, тыңдап көріңіздер. Сөйтіп мен 22 жасымда ұлтшыл атандым. Бұл менің империялық өкімет берген тұңғыш атағым еді. Әуелде құлаққа түрпідей тигенімен, келе-келе етім үйреніп, бұл аттан онша үрікпейтін болдым. Тіпті мақтаныш етуге де болатындай. Алаяқ сатқын ұры-қары қарақшы атанбай ұлтшыл атанғаныма мың бір тәуба. Әрине, кейін абыройға жетіп, елге танылған кезімде халық берген, үкімет бекіткен басқа да атақ дәрежелерім бар. Сол қатарда жастай тағылған ұлтшыл деген айдарды да далаға тастағым келмейді. Тегінде қай елде болмасын отаршыл өкіметтің халық жауы дегендерін, халық қаһарманы, ұлтшыл деп атанғандарын елін сүйген патриот деп ұқсақ қателеспейміз. Кеңес өкіметі алаш ордалықтарды ұлтшыл деп атағандықтан отаншыл, халықшыл деген сөздермен салыстырғанда әлі күнге дейін құбыжық сияқты көрінетіндіктен бұл сөздің қорқынышты сипатынан арылмай келе жатқандығын Қабдеш Жұмаділов «Таңғажайып дүние» атты өмірбаяндық кітабында ашына жазады. Үйге тапсырма. Тағдыр деген сөз, жазушы тағдыры, ұлт тағдыры, тіл тағдыры, ел мен жер тағдыры, сіз бен біздің тағдырымыз.
әдебиетте жазушыда бұлардың артық қандай биік мұрат болсын деген Асқар Егеубаевтың сөзін эпиграф ретінде алып, өз пікіріңді қосып, шағын шығарма жаз. Яғни бұл үй тапсырмасы. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.